Сәлем достар, қалжеріңіз қалай? Бүгін сіздермен бірге өте ерекше, өте сондай жұмсақ, алмұрт қосылған галета жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бір жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 50 грамм сахар қосамыз. Жақсылап араластырып, үй температурасына тұрған сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Кішкене 5-6 қасық салқын суымызды, шым-шым тұзымызды қосып, бетіне електен өткізілген ұнды себеміз. Қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, өте нәзік, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. 1 сағатқа немесе жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Салмасына 200 грамм творогты қосамыз. Жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын бөлек алып қоямыз. Жұмыртқаның сарысы бізге бетіне жағуға қажет болады. Жақсылап салмамызға кішкене сахар қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша тәттіні жақсы көретін болсаңыз, көбірек қоссаңыз болады. Жақсылап салмасын араластырып аламыз, езіп. Бізге алмұрт қажет болады. Салмасында өз қалауыңыз бойынша кез келген жемісті қосуға болады. Ал хорымен де өте дәмді болады. Алма немесе өрікті қосуға болады. Жақсылап жіңішке қылып турап аламыз. Қамырымызды жайып, табаға орналастырып, салмамызды салып шығамыз. Бетіне алмұртты жақсылап орналастырамыз. Шеттерін қайырып, алып қойған жұмыртқамызды бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысы бетіндегі барлық жерге тигізіп жағуға тырысамыз. Қалып кеткен жерлері ағарып, көрініп қалатын болады. Қызып тұрған табада 180 градуста 30 минутта галетіміз пісіп шығады. Міне біздің галетіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Және менің каналыма подписация жасауды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Хадиша Нұралықызы.